Куджо, алып денелі Сен-Бернар тұқымының иті сырт көзге қорқынышты көрінгенімен, ол өте жуас әрі ойнақы болатын. Ит Мэн штатындағы үлкен фермада өмір сүреді. Оның отбасы аса бай емес еді. Үйдегі негізгі табыс көзі механик болып жұмыс істейтін Джо. Ол өз жұмысын ферманың ауласындағы гаражда атқаратын. Бір күні таңертең Куджо ферма алқаптарында еркін жүгіріп жүргенде қоянды байқап қалады. Ол бірден соңынан қуып кетеді. Куджо үшін бұл жай ғана көңілді аңшылық ойыны болатын. Қорқып кеткен кішкентай қоян ініне қарай қашады. Қоян әрең дегенде інге кіріп үлгергенде, Куджо іннің аузына келіп қатты үре бастайды. Алайда бұл іннің ішінде жарғанаттар мекендейтін. Иттің үруінен олар оянып кетеді. Қатты мазасызданған жарғанаттар сыртқа шығуға тырысады. Бірақ дәл сол сәтте іннің жалғыз шығатын жерін Куджоның басы жауып тұрған еді. Ақыры олардың бірі иттің тұмсығын тістеп алады. Қатты ауырсынған Куджо шыңғырып жіберіп, басын іннен суырып алады. Бірнеше шақырым жердегі Трентондар үйінде біз 4 жасар Тредпен танысамыз. Бала шкафтағы құбыжықтардан қатты қорқатын. Әкесі бөлменің әр бұрышын тексеріп шыққаннан кейін ғана Тед ұйықтай алатын. Тедтің отбасы 3 адамнан тұратын, үй шаруасымен айналысатын мейірімді анасы Донна және жарнама агенттігінде жұмыс істейтін жақсы әкесі Вик. Келесі күні таңғы ас кезінде үйге жиһаз жөндеуші Стив келеді. Әңгімелесіп отырған кезде теледидардан Вик жасаған жарнаманың ролигі көрсетіледі. Бұл жарнама жарма өнімін өте танымал еткен болатын. Таңғы астан кейін Вик жұмысқа кетеді. Сол күні біз маңызды құпияны білеміз. Тед мектепте, ал Вик жұмыста жүргенде, Донна көршісі әрі жиһаз жөндеушісі Стивпен жасырын түрде көңіл қосып жүрген еді. Кейбіреулердің арасындағы байланысты мүлдем білмейтін. Бір күні Вик көлігінің алдыңғы дөңгелегінен шыққан күмәнді дыбысты тексеру үшін жөндеу шеберханасына барады. Бірақ ол асығып жүргендіктен және механиктердің қолы бос болмағандықтан жөндеуді кейінге қалдырады. Сол кезде пошташы оған қала сыртындағы Джоның гаражын ұсынады. Келесі күні Вик әйелі мен ұлын ертіп сол фермадағы шеберханаға келеді. Сол жерде Тед Куджомен танысады. Жарақат алғанына қарамастан ит бұрынғыдай мейірімді болып көрінеді. Ол балаларды жақсы көретін. Күйеуінің жақсы әке болуға қаншалықты күш салып жүргенін көрген Донна өз опасыздығына өкіне бастайды. Келесі күні жаңалықтарда Вик жасаған жарнаманың айналасында үлкен дау туындайды. Жарнамаланған жарма өнімінің денсаулыққа пайдасы күмән тудырып, оның жұмысына қауіп төнеді. Компания Викті басқа штатқа шұғыл жиналысқа жіберіп, жаңа маркетингтік жоспар дайындауды талап етеді. Осы кезде Донна жасаған қателігі үшін өзін кінәлі сезініп, Стивтің үйіне барып, қарым-қатынасты тоқтататынын айтады. Бірақ ашуға булыққан Стив мұны қабылдай алмайды. Ол өзін өте балаша ұстап, ажырасуды ауыр қабылдайды. Донна кейін Тедті мектептен алып қайтып келе жатқанда көлігінің жағдайы нашарлап бара жатқанын байқайды. Ал фермада болса Куджоның мінез құлқында бір түрлі өзгерістер пайда бола бастайды. Бірақ оның отбасы бұған аса мән бермейді. Себебі олар жақында лотереядан ұтып алған $5000 қалай жұмсайтындарын талқылаумен әлек етеді. Джоның әйелі ұлымен бірге әпкесінің үйіне барып, бір апталық демалысқа кетуді шешеді. Джо болса досы Гэримен бірге Бостонға баруды жоспарлайды. Осылайша фермадағы барлық адамдар сапарға дайындала бастайды. Бір күні үйде жалғыз отырған Доннаның үйіне Стив келеді. Ол жиһаз әкелемін деген сылтаумен рұқсатсыз ішке кіреді. Стив қарым-қатынастың аяқталғанын әлі қабылдай алмаған еді. Ол барған сайын агрессивті бола түседі. Тіпті Доннаға күш көрсетуге дайын барады. Дәл сол уақытта Вик Тедті мектептен алып келу үшін ертерек қайтады. Ол үйге келгенде әйелі мен көршісінің арасындағы жанжалдың соңғы сәттерін көреді. Көптен бері күмәнданып жүрген Вик ақыры Доннадан шындықты сұрайды. Донна оның күмәнін растап, опасыздық жасағанын мойындайды. Қатты көңілі қалғанына қарамастан Вик бірден ажырасып кетпейді. Ол не істейтіндерін ойланып, алғанша қарым-қатынасты жалғастыра тұруды шешеді. Сонымен бірге ол Доннаның көлігін жөндеуге тырысады. Бірақ қажетті құралдар болмағандықтан қолынан ештеңе келмейді. Сондықтан әйеліне алдағы күндері көлікті Джоның шеберханасына апаруды тапсырады. Сапарға шығар алдында Донна тағы да кешірім сұрап, Стивпен арадағы барлық байланыс үзілген айтады. Вик оған сенгенімен әлі қандай шешім қабылдайтынын білмейтінін айтып, Нью-Йоркке жиналысқа кетеді. Қала сыртында Гэри өз қоқыс алаңында жұмыс істеп жүрген болатын. Сол кезде құтырма вирусын жұқтырған Куджо оны тауып алады. Аурудың әсерінен есінен адасқан ит Гэриге шабуыл жасайды. Гэри үйіне жүгіріп барып мылтық алуға тырысады, бірақ оқтарды салып үлгермейді. Куджо есікті бұзып кіріп, оған секіріп түседі. Ақыры ит ер адамды тірідей талап өлтіреді.
Сол уақытта Джо әйелі мен ұлын жолға шығарып салып, кейін досына соғады. Бірақ қоқыс алаңына келгенде Гэридің өлі денесін көреді. Ол жедел қызметкерге хабарласуға тырысқанымен, Куджо оған да шабуыл жасап, өз қожайынын аяусыз өлтіреді. Осы арада Донна мен Тед әзер жүріп тұрған көліктермен бос қалған шеберханаға қарай жол тартады. Олар фермаға жеткенде бұл жерде ешкім жоқ екенін түсінеді. Енді ана мен баланың жалғыз серігі аурудың кесірінен мүлдем ақылынан адасқан Куджо ғана еді. Фермаға келген соң Донна жан-жағына қарап біреуді шақыра бастайды. Ал Тед көліктегі кептеліп қалған қауіпсіздік белдігін шешуге тырысып жатады. Ешкім жауап бермеген соң Донна ұлын босатып, ферма аумағын аралап шығуды ойлайды. Бірақ Тед белдігін шешіп үлгерместен бұрын Куджоның денесі Джоның қанымен сілекейіне малынған күйде терезеден секіріп шығып, көлікке кіруге тырысып ызалы түрде үре бастайды. Иттен қатты қорққан Тедті қоршақтаған Донна терезені жабуға бар күшін салады. Әйнек кез келген сәтте сынып кететіндей көргенімен ол ақыры терезені жауып үлгереді. Бірақ Куджо өте ақылды еді. Донна көмек шақыру үшін сыртқа шыққанда көліктің қарсы жағындағы есікті ашық қалдырғанын байқап қалады. Ит бірден сол жаққа қарай жүгіріп көлікке кірмек болады. Алайда Донна соңғы сәтте есікті жауып үлгереді. Біраз уақыт тағы да көлікке кіруге тырысқан Куджо ақыры уақытша шегінеді. Осы мүмкіндікті пайдаланған Донна көлікті оталдыруға тырысады. Бірақ қозғалтқыш іске қосылмайды. Бірнеше сағаттан кейін ол тағы бір рет әрекет етеді. Бұл жолы көлік оталады. Алайда бірнеше метр жүрген соң қайтадан өшіп қалады. Донна құтылу үмітінен айырылып, шарасыз күйде түседі. Кеш батқанда Вик үйге телефон шалып, әйелімен сөйлеспек болады, бірақ ешкім жауап бермейді. Ол күмәнданғанымен аса мән бермей кешкі асқа кетеді. Сол уақытта Тедтің дәретханаға барғысы келеді. Сондықтан Донна амалсыздан есікті ашып, баланың қажеттілігін өтеуіне мүмкіндік береді. Дәл осы кезде Джоның үйіндегі телефон шырылдай бастайды. Телефон үні Куджоны тіпті есінен тандырып жібереді. Ол үйге шабуыл жасап, қабырғалары мен есіктерді талқандай бастайды. Иттің бұл әрекетін көрген Доннада үміт пайда болады. Өйткені бірнеше метр жерде телефон бар, демек көмек шақыру мүмкіндігі де бар. Бірақ оған жету үшін алдымен Куджодан өту керек. Сол түні Донна ұйықтауға жатып, иттен қалай құтылудың жолын ойластырады. Келесі күні таңертең Вик тағы да үйіне қоңырау шалады, бірақ тағы да жауап болмайды. Күн бұрынғыдан да ыстық еді. Көліктегі су азайып бара жатқан Донна, егер жақын арада сыртқа шығып Джоның үйіне жетпесе, өздері де баласы да шөлден өлетінін түсінеді. Айналасына қараған кезде ол көліктен сәл жерде жатқан бейсбол таяғын көреді. Бұл Куджомен күресу үшін пайдалы қару болуы мүмкін еді. Қауіпсіз жерден шығар алдында ол көлікті тағы бір рет оталдыруға тырысады. Бірақ бұл жолы қозғалтқыш мүлде белгі бермейді. Тіпті сигналды жұмыс істемей қалған. Аккумулятор толық отырып қалған еді. Түстен кейін Джоның үйіндегі телефон тағы шырылдайды. Бұл жолы Куджо үйге шабуыл жасамай көлікке тап береді. Ол бірнеше рет көліктің есіктерін басымен соғып, тіпті бар есіктің тұтқасын жұлып тастайды. Телефон үндеуі тоқтаған кезде ғана шабуылын доғарады. Ал Нью-Йоркте жүрген Вик үйіне қайта-қайта хабарласқанымен ешкім жауап бермейді. Сондықтан ол жаңа жарнама жобасын тастап, үйіне қайтуға шешім қабылдайды. Ол әйелі осы күндерді Стивпен өткізіп жатқан шығар деп ойлайды. Осы уақытта Тедтің жағдайы күрт нашарлайды. Шөлден әлсіреген бала өлім аузында тұр еді. Ұлын құтқаруға бел буған Донна көліктен шығуға әрекет жасайды. Бірақ Куджоның шабуылдарынан кейін есіктер қисайып қалған болатын. Ол әрең дегенде есікті ашады. Сыртқа шыққан соң жан-жағына қарап, иттің қайда екенін іздей бастайды. Көліктің астын тексеру үшін еңкейген сәтте Куджо кенет артынан пайда болып, оған шабуыл жасайды. Ит бірнеше рет тістеп, әйелдің киімдерін жыртып тастайды. Донна жан ұшыра қашып көлікке қарай кіреді. Бірақ Куджо одан да жылдам еді. Ол есік жабылмай тұрып ішке кіріп кетіп, әйелді қайтадан талап тастайды. Мұның бәрін көрген Тед қатты шошып кетеді. Бірнеше секундта созылған арпалыстан кейін Донна итті сыртқа итеріп шығарып, есікті жауып үлгереді. Бірнеше сағаттан соң Куджо көліктің капотында шығып алып, ұйықтап қалады. Донна түні бойы қанға боялған алып иттің тура қарсы алдында отыруға мәжбүр болады. Келесі күні таңертең жағдай тіпті ауырлай түседі. Тед қатты қызып кетуден және сусынданудан құрысып қалады. Осы арада Стив Трентондардың үйіне басып кіріп, ашумен бәрін қиратады. Тіпті отбасылық суреттерді сындырған. Бұл оның қарым-қатынастың аяқталған үшін алған кегі болатын. Көп ұзамай Вик үйіне келіп, үйдің астан кестен шыққан көреді. Не болғанын түсінбей полиция шақырады және әйелі мен ұлының жоғалып кеткенін хабарлайды. Полиция келген соң Доннаның көлігі қайда болуы мүмкін екенін сұрайды. Вик олардың Джоның гаражына барған болуы мүмкін екенін айтады. Полиция қызметкерлерінің бірі фермаға қарай жол тартады. Фермаға жеткен шериф Доннаның көлігін көреді, бірақ Донна мен Тед орындықтарды шалқайтып ұйықтап жатқандарын оларды байқамайды.
Кез келген классикалық қорқынышты фильмде сияқты бұл полицейлердің тағдыры жақсы болмайды. Ол рациясын алып көліктің табылғанын хабарламақ болған сәтте Куджо оған секіріп түседі. Қызметкердің тапаншасы жерге түсіп кетеді. Полицей бір сәтке иттен құтылып қораға қарай жүгіреді, бірақ Куджо оны қуып жетіп бірнеше секундтан кейін өлтіреді. Оянған Донна өздерінің жалғыз үміті болған полицейдің Куджоның құрбанына айналғанын көреді. Ал Трентондардың үйіне тергеуші Викке Стивтің ұсталғанын хабарлайды. Ол үйді қиратып кеткен мойындағанымен Донна мен Тедтің қайда екенін білмейтін айтады. Сонымен қатар фермаға кеткен полицеймен де байланыс жоғалғанын естіген Вик бір нәрсенің дұрыс емес екенін түсініп, дереу жолға шығады. Түстен кейін Донна Тедтің ес-түссіз жатқанын байқайды. Оның тамыр соғысын тексергенде, баланың шөлден өлуге шақ қалғанын түсінеді. Ұлын жоғалтып алудан қорыққан Донна көліктен шығып, телефонға жету үшін үйге қарай жүгіреді. Бірақ жолында Куджо тұр еді. Ұлын аман алып қалуға бел буған әйел бұрын көрген бейсбол таяғын алып, итпен шайқасады. Куджо алған бетіне қайтпай, оған қарай ұмтылады. Бұл нағыз не өлтіру, не өлу шайқасы болатын. Донна таяқпен қатты соққы береді. Соққыдан таяқ сынып, үшкір ағаш қазыққа айналады. Қорыққан әйел кейін шегіне береді. Бір сәтте сүрініп кетеді. Осыны пайдаланған Куджо оған қарай секіреді. Бірақ дәл сол мезетте оның кеудесі әлгі үшкір ағашқа қадалып қалады. Ит бірден қозғалыс қалады. Куджоның шынымен өлгеніне көз жеткізу үшін Донна полицейдің қаруын алады. Бірақ соңғы оқ атудан бас тартады. Енді бір қауіптен құтылған соң ол көлікке қайта оралады. Есіктің тұтқасы жоқ болғандықтан көлікті аша алмайтынын түсінеді де тапаншамен артқы әйнекті сындырады. Содан кейін Тедті көтеріп алып, күннен қорғалған жерге апарады. Джоның үйіне кірген соң оған су беріп, есін жиғызады. Тед қатты жөтеліп барып көзін ашады. Алайда олардың қуанышы ұзақ созылмайды. Кенеттен Куджо қайтадан орнына тұрады. Қанға боялған көзімен ол зомби секілді қайтадан олардың соңынан келеді. Тозаққа айналған осы күндерден шаршаған әрі ұлын қорғауға бел буған Донна тапаншасын көтеріп, Куджоның басынан атады. Бұл жолы ит бір жолға құлайды. Сол сәтте фермаға Вик жетеді. Ол әйелінің үйден Тедті құшағына көтеріп, жеңімпаз күйде шығып келе жатқан көреді. Осылайша Куджоның оқиғасы аяқталады. Ал сізге бұл фильм қалай әсер етті? Пікіріңізді қалдырыңыз. Егер бейнеролик ұнаса, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі шолуда кездескенше.